Жантас еркін новелла. Ата, ертегі айтсай? Ертегі білмеймін ғой жаным. Онда просто әңгіме айт. Простой әңгіме дейсің бе? Иә. Простой әңгіме десең, простой әңгіме болсын. Атаң ол жағын қатырады. Атасы айтуға ниет етіп алып, артынан не айту керек дегендей сәл ойланып қалды. Бір сәт мырс етті. Әңгіме десе болды, есіне осы бір аңғал шағы орала кететін ес. Көз алдынан өмірінің өткен шағы зулап өте шықты. Бала кезі, алдында рухыққа тұрған әкесі. Бұлар үшеуі, жанында екі досы болған. Алдағы әкесінің намазға жығылған ебедейсіз қылығына тырқ-тырқ күледі кеп. Әкесі мұны байқамағандай, Аллаху акбар деп сәждеге басын қояды. Ата, не ойлап кеттің? Атасы бүйіріне ине сұғып алғандай селк етіп немересіне қарады. Сендей бала күнімді ойлап отырмын. Ата, аталар бала болмайды ғой? Дейді немересі сықылықтап. Неге болмайды? Болады. Ата бала болады, бала ата болады. Немересі бірдеңе түсінбей қалса, басын қасып кететін әдеті бар еді. Сонысын қайталады. Қарт болса, әлі ештеңе елемейтін жас ұлына өміріндегі басты әңгімені қалай айтарын білмей дал. Бұл әңгімесінің шет жағасын бұрындары да бір-екі рет қозғаған. Әнтек немересі түсіне алмады. Күн өткен сайын кемпірі де тықақ қағып, бүгін айтпасаң, ертең өзі басқалардан біліп, бетің айдай болмасын деумен келеді. Әңгіме болса онда тыңда. Жол үстінде жалғыз мәшине келеді. Мәшиненің ішінде ат соқты болып шаршаған үш адам. Ата, ат соқта деген не? Ат соқты деген жол қажытып шаршаған адамды айтамыз. Бөле бермей тыңда. Сөйтіп үш адамның осынау жолды жүріп келе жатқандарына 3 күн болған. Әбден шаршағандары соншалық, тіпті бір-біріне сөйлеуге де құлқы жоқ. Атасы бұдан гөрі жаңағы балалық шағы туралы әңгімесі дұрыс еді ғой деп ойлады. Әй алжыған десей, бірді айтып бірге кеткен басым, деп өзіне іштей бір кейіп алды. Ақыры бастаған соң аяқтамай болмас. Осылайша олар күннің ыстығына қарамастан алға тарта береді. Әлгі үш адамның арттағысы әйел болады. Бір заматта сол әйел машинаны тоқтатып суытып алайық дейді. Бірақ оған тізгінде отырған ер көнбейді. Жеткенде суытып алармыз дейді екіленіп. Қарт осы тұста тағы кідіріс салып терең күрсінді. Күрсінді де бұйра шаш немересіне. Сенің жасың нешеде осы? Деді. Осы апрельде 7-ге толамын. Ата, әңгіме. Үшеуі әрі қарай жүре береді. Әйел мен еркектің арасында белгісіз суықтық бар. Бәлкім олар әу бастан бір-бірімен тарыспаған болуы керек. Мүмкін арасындағы отбасылық жанжал болған шығар. Ол жағы бір құдайға ғана аян. Ал үшінші адам ше? Үшінші адам жай ғана жол жөнекей отыра салған жолаушы болса керек. Олар қалаға қарай бағытталып келеді. Әйелі еркегін, еркегі әйелін тыңдамаған отбасында ешқашан береке болмайды ғой қарғам. Оның үстіне жол бойында бұндай текетірес өмірге қауіп әкеледі. Қарттың көзі жасаурап, иегі кемсеңдеп кетті. Әрі қарай айту еркі жоғалып қалғандай. Қайталап көкірегіне келген ащы өксіп, жанарына жылмағайлана берді. Өзін перзентсіз қалдырған құдайға деген наразылығы жастық шағында басылса да, қарттығына келген осынау ауыр тағдырын тағы бір қарғап алғысы келеді. Жол бойында ойда жоқта жолыққан сол бір ерлі зайыптылардың жазмышы, жанында отырған күнәсіз баланың өзін ата деп атауына себепкер. Бұған не дейсің? Уақыт өткен сайын балаға айтар сөздің кейінге қалып бара жатқанын ойласа болды, кемпірінің бірінші өлгенін тілейді. Ол байқұс бұл қорлыққа төзбес. Бұл тауқыметті көтере алмас дейді ішінен. Өмірлік серігін аяп, жалғыз қалған жаттың баласы жалғыз ғұмырының соңғы мәні.
ертеңі не болар екен? Ата, неге жылайсың? Немересінің көзінде зор таңданыспен қатар үрей оты да ұшқындап тұр. Қорықпа, балам, дейді қарт сақалын жуған сала-сала жасын сүртіп жатып. Қорықпа. Жолдан шаршағандар түн ортасында жол апатына түседі. Сен жол апатының не екенін білесің ғой. Күн сайын бұдан көптеген адамдар қайтыс болып жатады. Сондықтан жолдан өткенде абай болу керек. Ата, сосын не болды? Сосын ер мен әйел сол жерде тіл тартпай кетеді. Тек жолаушы ғана аман қалады. Ол қалай, ата? Қарт балаға сәл ғана жымиған болып, жолаушының сен сияқты тәп-тәтті періштесі болған шығар, деді. Ого, мен періштелерді білемін. Қарияның саусағына салалап ойнап жатқан бала күтпеген жерден. Бұл әңгімені саған кім айтты? Деді. Ешкім айтқан жоқ, балам. Өйткені сондағы жолаушы өзім болғам. Бала тағы басын қасыды. Қарт бұл күндері өзін сонау бір қатерлі апаттан сақтап қалған ер мен әйелдің баласына осындай түсініксіз әңгімелерді тұспалдайтын болған. Соңғы үміті өлмес екен дейді сормаңдайлар. Уақыт өзі түсіндірер. Тек бақытын алып кетпесе болғаны. Осымен әңгіме тәмам.